Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесінің көмегімен мәтінді есептерді шығаруды өтетін боламыз. Жалпы мәтінді есептерге теңдеу құрған кезде біз нені ескеруіміз керек? Алгоритмі қандай? Ең алдымен мәтінді есептердегі есептің шартын, сұрағын ұқыпты зерделеп алуымыз керек, яғни түсініп алуымыз керек. Сосын бастапқы немесе қандай да бір белгісіз шаманы әріппен белгілеп аламыз. Бастапқы немесе белгісіз шаманы берілген шамалар арқылы өрнектеп аламыз. Екі айнымалысы бар теңдеулер және оларға сәйкес теңдеулер жүйесін құрастырамыз. Сол жүйені шешеміз. Сосын есептің шартын қанағаттандыратын шешімдерді табатын боламыз. Енді оқулықта берілген мына есептерден бір-екі үлгіден көрсетейін әр есептен. Қалғанын өздеріңіз шығарасыздар деген үміттемін. Енді 4-те бірінші есепке назар аударайық. Екі дөңгелектің радиустарының ұзындықтарының қосындысы 14 см, ал аудандарының айырымы 28 пи квадрат сантиметр. Дөңгелектердің радиустарының ұзындықтарын тап дейді. Екі дөңгелек беріліп тұр екен бізге. Берілген жазайық бірінші. Екі дөңгелек беріліп тұр. Радиустарын R1 және R2 деп белгілейік. Осы екеуінің қосындысы бізге айтады. Қанша дейді? 14 сантиметр дейді. Ал аудандарының айырымы 28 пи. Яғни S1 мен S2-ның айырымы 28 пи екен. Енді бізге радиусты тап деген. Енді осы есепке байланысты біз теңдеу құрауымыз керек, теңдеулер жүйесін. R1-ді X деп белгілеп алайын, R2-ні Y деп белгілеп алайын. Сонда мына түрге келеді теңдеуім. X плюс Y, яғни екі радиустың қосындысы 14-ке тең. Ал аудандарының айырымы дейді. Аудан бізде дөңгелектің ауданы S тең пи R квадрат еді. Осы формулаға салам. Яғни R-дің орнына менде бірінші X тұр. Сонда пи X квадрат қосу екінші дөңгелектің ауданы пи Y квадрат тең 28 пи. Ары қарай бірінші теңдеудің пока өзін жазайын. X плюс Y тең 14. Екінші теңдеуім, екінші теңдеуде барлығында пи бар, яғни пиге бөліп жерсем болады. Сонда X квадрат, Y квадрат тең 28. Енді ары қарай бірінші теңдеудегі алмастыру тәсілін қолданайын. Бірінші теңдеудегі X-ті тауып алайын. X тең 14 азайту Y. Осыны алып келіп, екінші теңдеудегі X-тің орнына қоям. Сонда 14 азайту Y квадрат минус Y квадрат тең 28. Жақшаны қысқаша көбейту формуласы арқылы ашамын. Сонда 14-тің квадраты менде 196 азайту 28Y қосу Y квадрат азайту Y квадрат тең 28. Плюс Y квадрат мен минус Y квадрат кетеді.
Сонда минус 28y тең 28 азайту 196. 28-ден 196-ны азайтатын болсақ, неше шығады бізде? Мына жерге жазайық. Минус 28y тең. Так, 8. Мына жеріміз 8 болып қалды. 6. 1. Минус 168, е? Енді ары қарай y-ті табуым керек. Y-ті табу үшін не істеймін? Y-ті табу үшін басқа түспем, не жазайын? Y-ті табу үшін y тең 168-ді бөлемін 28-ге. 6 шығады. 6-ны алып келемін да, жаңағы айнымалы енгізген, мына жер тұр екен y-ін. Осы жерге қоямын, сонда x тең 8 шығар екен. Яғни бірінші радиусым 8 екен, екінші радиусым 6 екен. Жауап осы. Жақсы, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесі есепті көрсетейін. Келесі бізде мына бір есепті көрсетейін. 4-2-ның біріншісіне арифметикалық ортасы 35-ке, ал геометриялық ортасы 28-ге тең 2 натурал санды табыңдар деді. Арифметикалық ортасы 35-ке тең десе, арифметикалық орта бізде 2 санды қосып 2-ге бөлетін болсақ, арифметикалық орта шығады. Бұл 35-ке тең екен. Енді геометриялық ортасы 28-ге тең дейді. Яғни геометриялық орта дегеніміз, ол сол 2 санның көбейтіндісін түбірге алатын болсам, түбірден шығаратын болсам, онда бұл геометриялық прогрессия деген сөз. Геометриялық ортасы деген сөз. Кешіресіздер. Енді осы екі жүйені шешуіміз керек. Ал бірінші жүйені мына түрге келтіріп аламыз. X плюс Y тең 70. Екіншісінде екі жағында квадраттап жібергенім ыңғайлы сияқты, я? Сонда X көбейту Y тең 784. Ары қарай. Бұл жерде де алмастыру тәсілін қолданған тиімді сияқты. Яғни X тең 70 азайту Y. Келесі теңдікке қоямын. 70 азайту Y көбейту Y азайту 784 тең 0. Сонда 70Y азайту Y квадрат азайту 784 тең 0. Енді теңдеуімді мына түрде жазып алайын. Y квадрат минус 70Y плюс 784 тең 0. Ал енді теңдеуді шешуім керек. Теңдеуді шешетін болсам, менде қандай мән шығады? Көрейік. Y-дің бірінші және екінші мәні тең 70 плюс минус 70-дің квадраты 4900 азайту 4a1-ге тең s784-ге тең. Бөлімінде 2. 784 бізде 4-ке көбейтуім керек. Сонда шығады 3136.
Енді 4900-ден осы санды алатын болсам, онда 1764 шығады. Ал енді балалар 1764 дегеніміз сол түбірден шығаратын болсам 42, иә? Сонда менде 70 қосу 42 бөлу 2 тең 70-ке 42-ні қосатын болсам 112 бөлу 2 тең 56. Екінші мәніміз тура осы мәнді терісімен алам. 42-нің алды минус болады, иә? Сонда 70 азайту 42. Неға жазайын? Y-тің екінші мәні. 70-тен 42-ні азайтам 28, 14. 14 бірінші мәнім. Екінші мәнім 56 шықты. Енді ары қарай осыны алып келіп, мына жерге қояйын, иә? Сонда x тең 70 азайту 56 тең 14. Екінші мәнім 14-ті қойсам, керісінше тура осы 56 деген саным шығады. Сонда жаңағы біздің екі санымыз есептің шартындағы арифметикалық ортасы 35-ке, геометриялық ортасы 28-ге тең сандарымыз, ол бізде 56 мен 14 екен. Жауабы 14 және 56 дейін. Жақсы. Бұл есепте түсінікті болды деген ойдам. Енді келесі бір есепті көрейік. Өзен бойымен жүзгенде екі айлақтың аралығы 60 километр. Теплоход осы жолды өзен ағысы бойымен және өзен ағысына қарсы 5,5 сағатта жүріп өтеді. Егер өзен ағысының жылдамдығы теплоходтың тынық судағы жылдамдығынан 20 км сағатқа кем болса, онда теплоходтың тынық судағы жылдамдығын және өзен ағысының жылдамдығын табыңдар дейді. Ал оқушылар қалай табамыз? Жалпы есептің мағынасын түсініп алу өте маңызды. Мынау екі айлақты А және Б айлағы деп белгілейін. Осы екеуінің арасы 60 километр екен. Енді теплоход осы жолды өзен ағысы бойымен және өзен ағысына қарсы, яғни барып, сосын қайтқанға ол 5,5 сағат жұмсаған, е? Енді егер өзен ағысының жылдамдығы теплоходтың тынық судағы жылдамдығынан 20 км сағатқа артық болатын болса, керісінше кем болатын болса, онда біз бұл есепті қалай шығарамыз? Ең алдымен есептің шартын түсініп алғаннан кейін теңдеулер жүйесін дұрыс құру өте маңызды. Бізге айтады, әдетте осылай өзен бойындағы ағысқа қарсы жылдамдықтарға байланысты бізде В меншікті жылдамдық болады және В ағыстың жылдамдығы болады. Егер мен ағысқа қарсы жүзетін болсам, онда менің жылдамдығымнан ағыстың жылдамдығы азайтылып кетеді. Керісінше мен ағыспен жүзетін болсам, онда менің жылдамдығыма ағыстың жылдамдығы қосылып кетеді. Тура сол сияқты бұл жерде де теңдеуді былай құрып аламыз.
меншікті жылдамдықты мен x деп белгілейін, ағыс жылдамдығын y деп белгілейін. Енді қараңыздар. Бірінші маған айтып тұр, өзен ағысының жылдамдығы теплоходтың тынық судағы жылдамдығынан 20 км сағатқа кем. Яғни меншікті жылдамдықтан тынық судағы жылдамдықты алып тастайтын болсам, 20 км сағат шығады екен. Так, мынаны өшіре салайын. Қазір осы жерден жүйені шығарып кетеміз. Енді келесі барып қайтуға, яғни барарда да ол 60 километрді жүрді, бірақ ол барарда ағыспен жүзді. Яғни ол кезде менде меншікті жылдамдық пен ағыс жылдамдығы қосылып кетті. Қосу қайтарда да сол 60 километрді жүрді, бірақ ағысқа қарсы жүзгеннен кейін меншікті жылдамдығынан ағыс жылдамдығы азайтылып кетеді. Осыған менің теплоходым 5,5 сағат жұмсапты. Міне жүйе осылай құрылады. Енді жүйені шешетін болсақ, бірінші теңдеуде өзі көрініп тұр, x азайту y-тен 20 деп. Осыны аламын да әкеп екінші теңдеудегі x минус y деген жерге қояйын. Сонда менде не пайда болады? Менде 60 x плюс y тең 5,5 азайту 60-ты 20-ға бөлемін, 3 шығады. Сонда 60 x қосу y тең 2,5. Енді ары қарай жаңағы бірінші теңдеумен мынандай айнымалы өзгерту енгізіп алайын, алмастыру тәсілін қолдану үшін. X тең 20 қосу y. Y плюс болып өтеді. Соны екінші теңдеуге әкеп қоямын. Екінші теңдеуге алып келсем, 60 x-тің орнына 20 плюс y-ті қоямын. Сонда 20 плюс y қосу y тең 2,5. 2,5-ті бөлшек түрінде жасайыншы, қазір пропорция құра саламын сонда. Яғни 5/2. Ал ары қарай жоғары жаққа жазайын. 60 20 қосу 2y тең 5/2. Пропорция құрамын 120. Так, 5-ті көбейтемін. 5 20 қосу 2y. Сонда 120 тең 100 қосу 10y. 100-ді келесі бетке кер таңбамен өткіземін, сонда 20 болады тең 10y. Y тең 2 екен. Енді осыны алып келемін де, алғашқы айнымалы алмастыру орындаған жерім бар ғой, сол жерге әкеп қоямын. Ол менде мына берілген мәнді әкеліп мына y-тің орнына қоямын, сонда x-тің мәні шығады. X-тің мәні 22 екен. Сонда менің меншікті жылдамдығым 22 км сағат, ал ағыс жылдамдығы 2 км сағат екен. Осы үш есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.
сұрақтарыңыз болса комментарийде күтемін. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.